Qancha adam жоғалып кетті машинада. Біреулері жолдан жоғалып кетті, біреулері лестан, ойбай, ормандан даже қазынаны іздейміз деп қалай сөйлеуді ұмытып қалдық қой, аяғын үйіне апарып тастадық, иә? Жоғалып кеткен. Мынау кім? Бұл менің подругам. Біз адам аз қалғаннан кейін алып келдім. Енді бұл жоғалып кетсе, болмайды енді. Соғып. Бір-біріміздің қасымыздан шықпауымыз керек. Сендер не үшінші? Адам жоғалып кетсе, адам қосып әкеле бересіңдер. Өзіміз болып іздейміз ғой, үшін подругаңды әкеліп. Адам аз болғаннан кейін келдім. Ой, әлемдегі бәрі адам жоғалып кетсін деген ғой. Болды онда іздеуге кірісейік. Болды, импровизация. Перватсыңдар. Бұл судың құбыры екен, бұның ішінде қазыналар жоқ. Енді біз жан-жақты іздеп көрейік. екеуін күрсіп қоятын. Егелері бізді ұрып өлтірер ғой. Бірінші сұрайық. Нормальный адамдар ұқсап. Оғы. Қаш жүрмей. Асыларыңызда қазына бар ма? Не қиялданып кеттіңдер, жүрінде кетіп қазынамыз дейік. Кеттік, одан да студияға барып адам ұстап қарайық. Иә, сөйтіп. Камера жақта өйстіп жүріп шаршадым. Адасам ұстап үшін кеттік. Карта бойынша қазыналарын іздегендерін айтып беріңдерші. Қазына іздегенбіз ба? Ол кезде қызық болды. Біздің қасымызда ол кезде 3 бала бар тұғын. Содан кейін бірінші қазынаны іздеген кезде бізге 10 минут берілген тұғын. Ол 10 минуттың ішінде біз қазынаны табуымыз керек тұғын. Ол кезде біз топқа бөлінген кезде мен 2 баланы қызғанғаннан талдырып кеттім. Сосын мынаны досым екеуміз ұрып кеттік. Бірақ бұдан кешірім сұрап достастық. Ең соңында біз қазына іздеуге бір ерекше көше бар тұғын. Содан мына досым екеуміз, бастығымыз үшеуміз өтіп артқан тұғымыз. Сосын бізде бір бала ұстап алды, артқа қайтарып жүр. Ол бала мыналардың тыншысы екен. Сөйтіп бізді аңдып жүрді. Содан кейін біз тауып алды, сөйлестік, кешірім сұрастық, сосын дос болып қазынаны іздеуге бардық. Бірақ кейбір балалар үсті-үсті жоқ болып кетті. Сендердікі де қызық болыпты ғой, ал біздікі де қызық болар деген үміттеміз. Бізде 2 қыз, 3 бала жоқ болып кетті. Сосын біз орманға бардық. Ол жерде аярут жоғалтып алдық. Содан кейін талға шығамдық, мен құлап түстім. Аярут іздейміз деп. Сөйтіп барсақ, аярут талып жатыр екен. Оны көтеріп алып үйіне апарып тастадық. Сосын осы жерге келдік. Содан кейін сен келдің. Ал енді бесеуміз бірге жоғалмайық. Оны көре жатармыз. Мына картада ше орман белгіленген. Одан кейін X белгісі. Ол жерде қазына болу керек. Мынау жазылған ғой.
Мына сандар менің ойымша сағатты білдіреді. 10-нан 4 кеткенде. Мына жерде ол же қашанғы уақытта болатыны белгісіз ғой, ертең ба, бүгін ба? Бұл күніге болатын шығар. Өйткені біз қазынаны ойымызға түскен кезде іздей береміз. Ал ол кезде пайда болмайды. Ал қазына дәл осы уақытта, дәл осы жерде пайда болса ше, біз оны тауып аламыз деген ойдамыз. Қазір біз жүріп бұрылады екенбіз. Онда ертең дәл осы жерде жиналамыз да, 10-нан 5 кеткенде 9:30-да осы жерде боламыз. Сөйтіп қазына жерге шығамыз. Қазір үйге дайындалып демаламыз. Және де заттарын жинап дайындаламыз. Азында ұзақ сапар болады. Өйткені картаны қараңдар. Мына жерде әлі орманнан өтуіміз керек. Батпақты жерден тағы да... Тоқташы Нұрсұлтан, кәдімгі уақытым жоқ та, мен кете берейін, Онда бәріміз кетейік. Ертеңінде қазан мұның жұмбақтан, басқа да жұмбақтарынан мен осы шешіп едім. Ал сендер бара берейін. Ертең дәл осы жерде кездесеміз, ұмытып кетпеңіз. Сендер де жібере салам ма? Орман болса, біз дәл осы жақта тұрмыз. Бітіп жүреміз.